Сәлем қыздар, аналар, болашақ аналар. Сіздермен бірге Нұрманова Асия, жалпы тәжірибелік дәрігер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма подписация етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге қатысты сұрақтарыңыз болса, маған қойсаңыздар болады, комментарийні міндетті түрде оқитын боламын. Ал енді барлық аналардың осы жүктілік кезіндегі бір күшті изюминка кезі бұл сумка в роддом жинау. Яғни әрбір ананың өзі осы сумка роддомды жинаған кезде бір күшті сезімде болады. Сумка роддомды менімен бірге жинауларыңызға кеңес беремін. Бұл жерде қазір біз сумка роддомды жеке-жеке талқылайтын боламыз. Сумканы екіге бөлген болатынмын. Біріншісі кішкентай косметичка түрі, екіншісі үлкен түрі. Үлкен түріне мұнда мен барлығы киімдер, бұл жерде менде дейтін плед, киім, аяқ киім, баланың киімі және өзімнің киімдерім. Екіншісіне хоз товарлар салып алдым. Қазір мен сіздерге видеодан ашып бәрін көрсететін боламын. Яғни бұл кезде мен сіздерге до роддомға қандай заттар қажет және де после родов қандай хоз товарлар мен киімдер қажет екендігін жеке-жеке көрсетемін. Одан бөлек сіздерге тағы да мына заттарды айтқым келеді. Сіздер өздеріңізбен бірге родзалға не алып бару керексіздер. Бұл басында соскасы бар су. Мен суды дейтін 1,600 қылып алдым. 1600 мл қылып. Енді өздеріңіз суды қанша жақсы көресіздер, сонша алуларыңызға кеңес беремін. Сонымен қатар сухарики және де пюре. Үшеуін салып алдым. Сонымен қатар қыздар сіздерге маска қажет болады. Все-таки больница, роддом, қаншама инфекция деген сияқты өздеріңіздің қорғаныштарыңыз үшін. Сонымен қатар косметичка. Мен бұл заттарды бөлек айтып жатырмын, яғни бұл лайфхак ретінде айтып жатырмын сіздерге. Косметичка, бұның ішіне мен орамал салып алған болатынмын, бала емізген кезде. Сонымен қатар косметика және зарядка. Зарядка міндетті түрде ұмытпаңыздар. Сонымен қатар өздеріңізге қажетті ыдыс-аяқтарды салып аласыздар. Оның ішіне кружка, кесе, қасық, үлкен қасық, яғни ас қасық және де тарелкаларыңызды. Ал қалған заттарды мен сіздерде по детально көрсететін боламын. Қыздар, біз ең бірінші родзалға қажетті заттарды алайық. Яғни біз после родов және до родов деп бөлдік қой. Ең бірінші сіз родзалға келген кезде, жалпы роддомға келген кезде сізде алмастыру картасы және жеке куәлігіңіз міндетті түрде болу қажет. Мұнсыз сізді роддомға кіргізбейді және кіргізбеуге олар құқылы. Осы зат күнде сумкаңызда бірге жүрсін сізбен бірге. Келесі, яғни өзімізге қажетті заттарды айтсақ, ол бірінші сорочка. Сорочка өте арзан бағадағын алыңыздар, немесе үйде киілмейтін, лақтыруға жалко емес сорочканы алсаңыздар болады. Келесі резиновый тапочки, міндетті түрде резиновый болсын қыздар, жууға келетін, өйткені бұл қатты бөлінеді, соған байланысты жууға келетін резиновый тапочка любойын алсаңыздар болады. Одан кейін өзімізге қажетті одноразовые трусики. Мен лавулардыкін алдым. Өздеріңіз размерлеріңізде 3 штук жетеді деп ойлаймын. До родов және после родов қолдануға. Келесі сүртінуге арналған бумажный полотенце. Яғни өзіңіздің жеке гигиенаңызға қажет болады, немесе туалетный бумага алсаңыз да болады. Келесі Якасанның влажный салфеткасын алдым. Балаға және өзіме қолданам деп. Жетеді деп ойлаймын. 120 штук ішінде. Жетіп қалу керек. Одан кейін сіздің өзіңізге қажетті басында соскасы бар бутылкідегі суды алып кетсеңіздер болады, және де өзіңіздің жейтін тамағыңызды, печенье, я пюрешка салып алсаңыз болады қасыңызға. Келесі баланың заттарын айтсақ, яғни родзалда қажетті. Яғни баланы бір рет сүртетін пеленка. Яғни бұл самый арзанын алсаңыз жарайды. Бірақ бұны жуып, пармен өтектеп аласыздар. Келесі ол баланы киіндіретін киімдер. Яғни мен бірінші номерлі хаггисті алған болатынмын. Хаггис гипоаллергенный дегесін. Нолевка алайын ба деп ойладым, бірақ нолевка может бір құдай біледі ол баланың салмағы қанша болатын. Сондықтан бірді алдым. Одан кейін баланы киіндіретін киімдері қажет. Ноские, шепчигі және үстіне киіндіретін киімі. Одан кейін клеенкасын
пеленкасын, то есть орауға бір пеленка. Қыздар, бізде после родов қажет хозтовар заттарға айтатын болсақ, яғни бұл бірінші өзімізден бастайық. Яғни өзіміздің жеке гигиенамызға арналған туалетный бумага, одан кейін одноразовые трусики, до родов киім және после родов. Если сізде көп қан кетіп жатса, онда сіз трусикті молырақ аласыз. Если бәрі нормально болса, онда прокладкаға ауысуыңызға болады. Прокладка өзіңізге ыңғайлы прокладканы аласыздар. Мен айтқанда емес. Басында қайта-қайта ауыстырасың дегесін мен бір арзан, бір өзіме ыңғайлы натурелланы алған болатымын. Яғни мен бұның екеуін де арқаламаймын. Мынаның бастары неге ашық дейсіз ғой. Мынаның ішіндегі мен шамалы бөлігін салып қойған болатымын. Оның бәрін арқалап не істеймін. Сондағы болатымыз екі ақпен. Келесі бумажный полотенце. Яғни бұл не үшін қажет после родов? Яғни баланың көтерін жуындырғаннан кейін сүртуге, немесе өзіңіз жеке қажеттіліктеріңізге қажет болады. Одан кейін туалеттің бетіне арналған одноразовый қағаз. Бұл тек қана родқа емес, сонымен қатар торговый дом, развлекательный центрлерге барған кезде де қажетті зат деп ойлаймын. Келесі зубный паста, зубный щетка. Одан кейін баланың заттарына көшсек, яғни баланың заттарында бізде мана айтып кеткенде мен бірлік хаггис алдым. Упаковкасын алып кетем. Кейбір адамдар жартысын алып жатады. Упаковкасын не үшін десеңіз, өйткені физиологиялық тұрғыда жаңа туылған бала күніне максимум 10 рет ұлы дәретке барады. Сол үшін қайта-қайта подгузникті ауыстыру қажет болады. Так, одноразовые маски. Келесі ол дейтін менің ұнатпайтын заттарым. Яғни бұл балаға арналған соска, және де балаға арналған бутылочка. Philips'тің Avent'тікін алған болатын, бәрі мақтағасын. Антиколик. Не үшін ұнатпаймын? Өйткені баланы табиғи тамақтандырған дұрыс деп ойлаймын, чем смес бергеннен. Бірақ бұл біздің қолымызда емес біріншіден. Бұл туралы басқа тема айтатын болам. Яғни баланы тамақтандыру туралы. Мен кішкентайын алып жатқан жоқпын, яғни үлкенін алдым сразу, потому что олардың бәрінің басының соскасы бірдей. Келесі мусорный пакет. Не үшін десеңіз, мусор салуға. Сонымен қатар өзіңіздің жуатын киімдеріңізді бөлек осы мусорный пакетке салып қойсаңыз болады, чтоб таза киімдермен араласып кетпес үшін. Келесі қыздар, ватные диски, баланың көзін сүртуге, бетін сүртуге, және де лавулардың одноразовый вкладыштарын алған болатымын. Мен бұның бәрін алып жатпаймын. Өзде ашылып тұр міне. Ушные палочкінің ішіне вкладышты ватные диски және ушные палочки салып қойған болатын. Ограничениесімен мындай. Көреміз. Мұш жақсы, мұш жаман. Мұш сіздер қандайын қолданасыздар вкладыштың? Комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі баланы шомылдыруға арналған гель и шампунь. 2 в 1. Бұл балаға және ересек адамдарға қолдануға болады. Мен бұны осылайынан алып кетпеймін. Ол үшін мен арнайы футляр алған болатынмын. 2 футлярға құйып алдым. Біреу балаға, біреу өзіме жуынуға. Келесі бипантен балаға. Текспантенол составы білет шығарсыздар. Және де өзіме биолайнның кремі. Яғни бұл үрпі басына жағуға арналған, үрпі жарылған жағдайда. Яғни сосок жарылғанда. Немесе сіздер пурелан алсаңыз да болады. Биолайнды көрейік. Бірінші рет көрейін жатырмын. Және де қыздар лайфхак. Осындай косметичкеге өздеріңіздің косметикаларыңызды салып алыңыздар. Бұл не үшін? Сіздерді үйге шығарған кезде боянуға. Келесі қыздар бізде киімдер жағына келетін болсақ. Ең бірінші бізге клеенка керек, соны айтып жіберейін. Яғни бұл бізді гинеколог осмотр жасаған кезде астымызға төсеп жататын. Мен Сеня компаниясыныкін 90-60 размердегі 3 штугін алған болатынмын. Меніңше жетеді деп ойлаймын.
Келесі анаға қажетті заттар бұл носки 2 штук, емізуге арналған сорочка, одан кейін халат. Келесі сүлгі, яғни өзіңізге лицевой полотенце. Одан кейін іш киімдер жағынан трусики, және де емізуге арналған бюстгальтерлер. Яғни бұның мынандай кнопкасы бар. Баланы емізуге 2 штук. Келесі баланың заттарына көшетін болсақ, бұнда клеенка 2 штук. Біреу мынандай качественный түрін, яғни баланың подгузнигін ауыстырған жағдайда астына төсеп отырамыз. Мүмкін бірдеңе білдіріп қояр. Екіншісі мынандай астында салафанымен. Екеуін ауыстырып жууға да ыңғайлы. Келесі пеленки. Пеленки 2 муслиновый. Қараңыздаршы, Димақ. Как будто Victoria's Secret сияқты. Екіншісі үлкендеу размер, апельсинки. Және де бір қалың. 2 жұқа, бір қалың. Және 4-ші қалың. То есть 2-ші қалың бұл до родовке алып қойдым. Мана көрсеткен болатымын. Келесі носки 3 штук. Царапчик тоже 3 штук. Бұл упаковка де болған болатым. 3 штук. Одан кейін чепчики басына 3 штук тоже. А мынау, қыздар, самый интересный кокон. Баланың ішіне жатқызып қоясың. Бала қолдарымен жыбырлап жатады. Как будто анасының құрсағында жатқандай. Немесе бала қолдарымен шошып кетпейді. Солай баланы салып қоясыз ішіне. Интересно, да? Келесі баланың кіндігі ерте түсіп жатқан жағдайда антиколик пояс. Одан кейін слюнявчик. Білмеймін, біреулер қажет дейді, біреулер керек емес дейді. 2 штугын, муслиновый 2 штугын салып алам. Мүмкін керек емес болмаса, онда комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі бізде бұл баланың киімдері. 2 слипик алған болатымын. Негізі стандарт бойынша 4 киім болу қажет балада. 4 пеленка. Сол стандарт бойынша салғанмын. Сындай әдемі 4 киім. Және соның, то есть 3 киім, біреу до родовқа алып қойдым. Бөлек, чтоб мен пакетімді ақтарып отпас үшін. Және де міне 3 бас киімі, шепчігі. Одан кейін қыздар, міндетті түрде ұмытпаңыздар, плед қажет. Плед не үшін қажет? Может, жаз айы шығар. Может, қыс айы, отопление бар шығар. Не үшін қажет? Бұл біріншіден сіз рот залыңыз сіздің салқын болуы мүмкін. Сол кезде сізде сұратады, пледіңді шығар деп. Немесе палата ыстық болады. Мүмкін. Ал сіз коридорға шыққан кезде міндетті түрде пледке орап шығасыз, өйткені коридор салқын болады. Сондай әдемі плед алған болады балаға. Ал ішінен қай зат қажет емес, қай зат артық, сіздер білсеңіздер, мүмкін айтарсыздар. Менің бұл жерде алмаған затым ол боди. Енді боди қосуым керек. Ал сіздердің алып қосарларыңыз бар ма? Бар болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал қыздар, осымен менің сумка роддомым соңына дейін тәмамдалды. Сіздерге пайдалы кеңес айтқан үшін өте қуаныштымын. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, или осы сумка роддомда артық заттар болатын болса, онда комментарияға жазып кетсеңіз де болады. Бір-бірімізді түсініп, оқып, сұрақтарымызға жауап берейік. Сонымен қатар өздеріңіздің медицинаға қатысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетеміз. Мен сіздерге жауап беремін, немесе сіздерге арнайы видео түсіретін боламын. Сонымен қатар қыздар, келесі видеода мен сіздерге осы ана мен балаға қатысты кремдер туралы айтамын. Олардың қандай артықшылықтары бар, кемшіліктері бар. Оның ішінде жаңадан ана атанып жатқан келіншектерге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Сонымен қатар қыздар, менің каналыма жазылуды сіздерге ұсынам. Өйткені алда сіздермен бірге ана мен бала тақырыбында көптеген видеолар түсіретін боламыз. Оның ішінде балаға массаж,
тегін массаж курстарын сіздерге үйрететін боламын. Сонымен қатар көптеген видеолар болады. Қош сау болыңыздар.